Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, іші толықтай пісіп шығатын оригинал пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Әлі алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала заттарын дайындап алдым, жылытып, ең алдымен жылы сүтімізді қосамыз, үстінен қант және де тұзды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Толықтай еруі керек, оның үстінен осындай құрғақ ашытқымызды қосып, оны да жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ол да толықтай еруі керек. Үстінен міндетті түрде електен өткізілген ұнды қосып, енді қолымыздың көмегімен жақсылап әдемілеп илеп алатын боламыз. Міне қолымызбен иледік. Енді осының үстінен үй жағдайында тұрған сары майымызды, дәл осы жылы сары майымызды салып, қамырымызды жұмсақ етіп илеп қоямыз. Дәл осындай етіп, видеодағындай әдемі етіп илейміз. Міне қамырымыз иленіп дайын болды. Енді осыны дәл осындай жұмсақ болып шығады. Енді осыны табамызға салып, ашуға жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді осы дөңгелекшені мен 8 бөлікке бөліп аламыз. Міне дәл осылай етіп 8 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырларымызды алып, дәл осындай дөңгелекше етіп аламыз. Барлық зуаларды дәл осылай дөңгелекше етіп аламыз. Міне дөңгелекшелерімізді дайындап алдық. Енді 10 минутқа тұндыруға қойып қоямыз. Міне 10 минуттан кейін дәл осындай үлкен оқтаумен емес, дәл осындай ыдыспен немесе қалаған заттарыңызбен дәл осылай дөңгелекше етіп аласыздар. Және де дәл осындай насадкамен ортасын кесіп аламын. Менде бұл насадка кішігірім болып қалды. Бұдан үлкен насадка қолдандым. Сіздер қалаған нәрсені қолдана беруге болады, достар. Үйде не бар, сол затпен ортасын тесіп алуларыңызға болады. Мен дәл осылай біріншісінде кішкентай насадка болып қалды, екіншісінде одан үлкендеу насадкамен ортасын тесіп алдым. Барлық қамырларымызды дәл осындай етіп видеодағындай жасап шығамыз. Барлық қамырларымызды жасап шықтық. Енді осы қамырларымызды бұны да 10 минутқа тұндыруға қоямыз. Өйткені қамырымыз көтерілгеннен кейін барып майға салған дұрыстау болады. Міне дәл осыны тұндырып қоямыз. Енді сұйық майымызды қосып, көтерілген қамырларымызды біртіндеп пісіріп аламыз. Оттарыңыз міндетті түрде жай болуы керек. Жаймен өзі іші толықтай пісу үшін оттың асты кішкене баяу болу керек. Сонда пончиктеріміз әдемі әрі розовый әдемі қып-қызыл болып пісіп шығады, достар. Міне дәл осындай баяу отта біртіндеп іші толықтай пісу үшін дәл жай отта пісіріп аламыз. Өйткені құрамында шекер болғандықтан тез қызарып кетеді. Сол себепті, достар, отымызды міндетті түрде баяу етіп қоямыз. Міне біздің осы пончиктеріміз дайын болды, достар. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Рецепт описание бөлімінде міндетті түрде жазып кететін боламын. Описание бөліміне кіріп қарасаңыздар болады. Бұдан да басқа менің арнамда неше түрлі рецепттердің бар. Пирогтың және де өте дәмді ыстық тағамдардың, салаттардың рецептісі бар. Каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Әлі алда да көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Шығарып жатқан жаңа рецепттерді біріншілердің қатарынан болып көріңіздер, достар. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментария бөліміне міндетті түрде жазып кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды, барлығын оқып шығатын боламын. Келесіде қандай рецепт салайын, міндетті түрде де жазып кетіңіздер. Оқып сіздердің менен
көргіңіз келген рецепті міндетті түрде шығаратын боламын. Сіздермен болған Жансұлу, сау болыңыздар.